Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Present Simple. Present Simple аты айтып тұрғандай жай ғана осы шақ. Ол қазіргі таңда болатын немесе болып жатқан іс-әрекеттерге қатысты қолданылады. Ал Present Simple шағындағы етістік жақтарға қарай қандай өзгерістерге ұшырайды? Present Simple шағының ерекшелігі инфинитив, яғни етістіктің бастапқы күйі ешқандай өзгеріссіз қолданылады. Тек қана үшінші жақтағы негізгі етістіктің соңына S жалғауы жалғанады. Бірінші жақта, мысалға, I play football. Мен футбол ойнаймын. Екінші жақта, мысалға, You play football. Сен футбол ойнайсың. Үшінші жақта, мысалы, He немесе She plays football. Ол футбол ойнайды. Ал көпше түрде, мысалға, They play football. Олар футбол ойнайды. Ағылшын тіліндегі do деп аталатын етістік қазақша істеу немесе жасау болып аударылады. Сонымен қатар do етістігі ағылшын тіліндегі кез келген етістікті алмастыра алатындай қабілетке ие. Бірақ ол көп жағдайда көмекші етістіктің орнында пайдаланылып, сөйлемнің тек болымсыз және сұраулы түрлерінде қолданылады. Көп созбай осы do көмекші етістігінің болымды, болымсыз, сұраулы түрлерінде қалай қолданылатынына назар салайық. Болымды сөйлем. Мысалға, We come home late. Біз үйге кеш келеміз. Болымды сөйлем кезінде негізгі come етістік өзі қойылады. Болымсыз сөйлем кезінде негізгі етістіктің алдына do көмекші етістігі шығады. Мысалға, Абай doesn't speak Russian. Абай орысша сөйлемейді. Сұраулы сөйлем жасау үшін негізгі етістік өз орнында қалады да, сөйлемнің басына do көмекші етістігі шығады. Ал көмекші етістіктен кейін есім мағынасын беретін кез келген зат есім немесе есімдік қойылады. Мысалға, Do you know him? Сен оны танисың ба? Енді қолданылу жағдайларына келсек. Осы Present Simple етістігі сөйлемде екі түрлі жағдайда қолданылады. Бірінші жағдай a repeated action, яғни күнделікті немесе жиі қайталанатын іс-әрекеттерге қатысты. Мысалға, Әйгерім goes to school in the morning. Әйгерім таңертең мектепке барады. Сөйлемде ол күн сайын барады. Сол себепті ол Present Simple шақ. Екінші жағдайға келсек, ол things which are always true. Яғни үнемі шындыққа сәйкес келетін тұрақты өзгермейтін процестер, құбылыстар, іс-әрекеттерге қатысты. Мысалға, The sun rises in the east. Күн шығыстан шығады. Бұл сөйлемде күн сайын шығады. Сол себепті ол Present Simple шақ. Ағылшын тілінде әр жақтың өз кілт сөздері болады. Ал біз мезгіл үстеулерін кілт сөздері ретінде қолдана аламыз. Және осы үстеулерді сөйлемде байқап, сол арқылы ол сөйлемнің қай жақта тұрғанын біле аламыз. Ол кілт сөздер always. Мысалға, I always come to school by car. Мен әрқашан мектепке көлікпен келемін. Келесі, often. Мысалға, I often come here to study. Мен мұнда оқуға жиі келемін. Келесі сөз usually. Мысалға, he usually doesn't take a shower after work. Ол әдетте жұмыстан соң душ қабылдамайды. Келесі сөз rarely. Мысалға, she rarely cooks. Ол сирек тамақ пісіреді. Келесі ол every day. Мысалға, they sleep early every day. Олар күнде ерте ұйықтайды. Келесі never. Мысалға, he's never late for class. Ол ешқашан сабаққа кешікпейді.
Келесі кілт сөз sometimes. Мысалға, sometimes I go to the party. Мен кейде сауық кешке барамын.